Бағзы заманнан бастап аспаннан бұйырған жазмыштың жазуына адам баласының көзқарасы ала бөтен. Шұрайлы сөздің шын шебері Әбіш Кекілбай дөп басып көрсеткендей, пенде басынан не өтсе де, пешенеме, яғни маңдайыма жазылғаны деп, өзін өзі жұбатқаны сонан қыртады. 20 ғасырдағы қара дауылдан қисапсыз құқай көрген қазақ әдебиетінің қабырғалы қаламгері Мұхамеджан Қаратаев хақында сөз қозғағанда осы бір пәлсапалық ұғымға аялдауды жөн көрдік. Әдебиеттің арқау астары, там-тауы, өрнек өзегімен ажырағасыз болған тұлғаның өмірі мен шығармашылығына қатысты тың деректің халайықпен қауышуы кейінгі кезеңнің еншісінде. Әйтсе де ақтарылар сыр, айтылар хикая әлі алда. Бүгінгі әңгіме соның бір тұтам парасы ғана. Мұхамеджан Қожасбайұлы Қаратаев өткен ғасырдың басында, нақтырақ айтсақ, 1910 жылы 27 желтоқсанда бұрынғы Ақмешіт, қазіргі Қызылорда қаласынан 100 шақырымдай жердегі Билікөл маңында дүниеге келген. Бұл мекен талай шайырға шабыт беріп, талапты жастарға қанат бітірген киелі мекен. Табиғаттың тамаша мүйісінде мірге қадам басқан бала ата-анасынан ерте айырылады. Жүдеу жадау жетім баладан абыройлы да, арқалы академикке дейін жеткізген ұзақ жол тегіс емес. Кедір бұтырлы, орлы жыралы. Әсіресе ғалым дүниеге келген 1910 жыл мен Сталиндік сойқан дәуір осы әулеттің қазақ қоғамының қабырғасын қайыстырған қара түнек заман. Қаратай шешен, еті тірі кісі болыпты. Қазақ газетінің жанашыры Ахмет Ишан Оразайыппен бірге Меккеге қажылыққа барады. Кейін екеуі құда болады. Қожасбай Ахметтің кіші қызы Бибісарамен шаңырақ көтереді. Сол Бибісара елге оба дерті ауыз салғанда науқастарды емдеп жүріп, өзі көз жұмады. Кішкентай Мұхамеджан алдымен арабша хат таниды, татар мұғалімнен орысша тіл сындырады. Орынбордағы медицина техникумында, Қазақ педагогика институтында тәлім алады. Ленинградта тарих, философия және әдебиет институтының аспирантурасында білімін жетілдіреді. Балаларында, немерелерінде, інілерінде бәрін жақсы көрген. Ұрсатын жерде ұрсушы еді, мақтайтын жерде мақтаушы еді. Нағыз сыншы болды бізге. Біздің қателерімізді, біздің жақсылығымызды азайтып, кемістігімізді айтушы еді. Балаларында, інілерінде кемістіктерін айтушы еді. Әдебиет ардың ісі. Әдебиет майданында ақ сөйлеп, әділет туын биік көтергендердің қарауылға ілігуі, ашатұяқ қалмасын дейтін Кампескеден басталды дейді зерттеушілер. Ал 30-шы жылдар Қазақстан жазушылар одағының құрылуы Қазақ әдебиеті газетінің жарыққа шығуымен тарихқа енді. Ол кезде ғылым академиясы әлі құрылмаған, университет ашылмаған. Сондықтан зиялылар мен оқымыстыларды жинаған жазушылар одағының құрылуы шын мәнінде аса маңызды оқиға еді. Міне, осынау қасиетті қара шаңырақта жауапты хатшы болуға Ленинградта оқып жүрген 24 жасар Мұхамеджан Қаратаевқа тапсыру кездейсоқ емес. Сол себепті бұл кезеңдегі әдеби, ғылыми өмірді кейіпкерімізден бөлек алып қарау мүмкін емес. Қазақстан жазушылар одағының жауапты хатшысы кезі төрағасы Сәбит Мұқанов арнайы Ленинградтан, Санкт-Петербургтан келіп, соғысы тағайындалған жауапты хатшысы болып, сол кезде Пушкиннің қаза болғанына 100 жыл толуына қатты дайындық жүріп жатқан кез болатын. Сонда Пушкиннің бір томдығын, яғни толық томдығын қазақшаға аударып шығу мәселесі қойылады. Ол жоғарғы партия комитетінде қаулы қабылданады. Осыны атқарып шығу, әрі үлкен кітапқа
жауапты хатшы болу осы мұхаңға жүктеледі. Біз мына мектепте оқып жүргенде қалыңдығы қарсы келетін Александр Сергеевич Пушкин дегенді оқып өстік мектепте жүріп. Сол үлкен қалың кітапта мұхаңның қолтаңбасы болды, қолтаңбасы болатын. Яғни Пушкиннің арғы бергі поэзиясын, прозалық шығармаларының барлығы 90%-дай осы томдыққа енген еді. Бұл томдықты кейін қайталап шығару бізге әлі жазбады. Әдебиетте қазақ әдебиетін мәуесі мол, саялы да аялы жеміс ағашымен салыстырады. Бекер емес. Ауыз әдебиетінің бай мұрасынан бастап, бүгінгі әдебиеттің ғажайып үлгілері буын-буын, кесек-кесек. Осынау баға жетпес құндылықты зерттеуде сан салалы. Солардың ішінде әдеби сын бір төбе. Мұхамеджан Қаратаев әдеби сынды өнер, ғылым ретінде түсініп, сол саланы дамытуға білек сыбана кірісуде сол дәуірдің еншісінде. 1933 жылы Лениншіл жас газетінде Сәкен Сейфуллиннің «Қызлат» поэмасы жарияланды. Ол әдеби жұртшылық арасында әжептәуір айтыс туғызады. Қаратаев шығарманың көркемдік идеялық болмысы мен сипаты туралы тұрлаулы талдау жасады. Оған поэма авторының өзі назар аударып, жас зерттеушіні құптап қолдайды. Еңбегін елеп, ыстық ықылас танытады. Сондай кезде Сәкендер осы ұйымды құрды, жазушылар одағын. Сәкендерден кейін бірінші басшымыз алғашқы Ілияс Жансүгіров болды. Ілиястардан кейін Ғаббас Тоғжанов болды. Одан кейін Сәбит Мұханов, одан кейін Жетеғабыл осы Әбділда Тәжібаев, Мұхамеджан Қаратаев осы секілді алыптардың өкшесін баса кірген сол тұстағы әдебиетке жап-жас болып келген жаңадан әлі өмірдің ақпан қарасын жүдеп айла қоймаған бірақ дарынды, талантты сол кездің жастары, мұхаңдар, әбекеңдер биліктің құлағына келіп жатты. Арманшыл һәм білімпаз жас қанатын енді қомдап келе жатқан қазақ әдебиетінің қым-қуыт тірлігіне қызу араласады. Жазушылар одағының беделін өсіріп, халқымыздың рухани құндылықтарымен қауышуына қызмет етеді. Жыралуы Жамбылдың батасын алады. Тек ұйымдастырушылық жұмыспен айналысып қана қоймайды, әдебиеттің қанат қағуына қаламмен үлес қосады. Зерттеушілер оның 1000-нан астам мақала жазғанына назар аударады. Осы кезеңдегі жемісті шығармашылық қазақ даласын қаңсыратқан қара құйынға дейін жалғасады. Сол құйында адасып, жаза басқан, жаңылған тұсы бар. Бұл 37-ші жылдың жаз айы еді. Троцкийшіл, Бұқариншілдерді жазалануына байланысты бүкіл одақ көлемінде сұмдық дүрбелең етек алды. Сынды, өзара сынды күшейту керек. Бұқариншіл, Троцкийшіл жауларды құрту керек. Герман, Жапон бұзақыларын, ұлтшыл фашист сұмырайларды жою керек деген сөздер жиындарда, баспасөз беттерінде өрши түсті. Маусым айында Қазақстан Компартиясының бірінші съезі өтті. Бұл съезд жазушылар одағын жаумен күресі жоқ деген желеумен сынға алды. Одақтың партия ұйымы бізді қырағылыққа шақырып, жаулармен күресуде белсенділік танытуға міндеттеп тапсырма берді. Сол тапсырма бойынша Социалистік Қазақстан газетінің 1937 жылға 29 шілдесінде сол нөміріне мақала жазуға мәжбүр болдым. Мақаланың аты қазақ әдебиетіндегі Авербаховшылдық қалдығын толық жою керек.
өзімше сол кезде партияға қосқан үн қостым деп жазған бұл мақалам шындық тұрғысынан алып қарағанда шеп-шикі қате екен. Қазақтың қаймағын кілкіп алған, түрмеге тығып, жер аударған сталиндік нәубет, ұлттың бетке ұстарларын бірінен соң бірін жұтып жатты. Атауы абайлап айтпасыңа болмастай қытымыр зұлмат дәуір. Бұл зұлматтың қанқор шеңгелі ғұлама ғалым, қабырғалы қаламгер, жампоз ақын бәрін бүріп жатты. 1937 жылы жаз айында Жазушылар одағы мынау бұрышта тұратын бір этажды еді. Сәбит Мұқанов Жазушылар одағының правлениясының бастығы, мен жауапты хатшысы. Екеуміздің кабинетіміз бір. Бір күні сәшке кезінде жалғыз өзім отыр едім. Сәбен кешігін кіріп келген болатын. Сол бір кісі кіріп келді. Кіріп келіп, Сәбит Мұқанов осында ма деп сөйледі. Осында отырады, бірақ осы әлі жоқ деп. Мен Мағжан Жұмабаев болам, сіз кімсіз шырағым деді маған. Сәбит Мұқановпен әңгімелесуге келіп едім деді. Ойбай, Сәбен келген жоқ, бірақ қазір келеді дедім. Ақыр көп күттірген жоқ, Сәбен келді. Сосын әңгіме жалғасып кетті. Мынау үй өлкелік партия комитетінің үйі болатын. Біз келгенде үйден Нұрпейісов Садық шығып, бізді қарсы алды. Мірзиян қалып бар. Мұхтар Әуезов те келді, жаман болған жоқ қой. Сол сияқты білімі бар, белгілі ақын екен. Сіздердің көмегіңізбенен әлі де көріне түсу керек. Әдебиетте өзінің тиісті орнын алу керек. Деді, сонымен сөз өзі қысқарды. Содан қайтып Мағжанды көргеніміз. Коммунистік қызыл террор қарауындағыларды өзара қырқыстырып, құрбандыққа шалғанын қидай сыпырып тастай салатын отаршылдардың жымысқы амалына жүгінді. Жаппай репрессия кезінде әсіресе көз ашық, зиялы қауымды өзара өштестіру, бір-біріне салып, аңдыстырып, шекістіріп қою, сосын екі жақты да өзіне жүгіндіріп, табындырып басқарудың зымиян саясатын ұстанды. Осы жолда адамның миына келмейтін жала мен айыпты, жазалаудың жан түршігерлік сұрқиясын ойлап табатын. Ұлтшыл деген жалаға ұшыраған Мұхамеджан қамауда көрген тауқыметін өз қолымен үкіметке жолдаған өтініш хатында да келтірген. Таңертеңнен аяғымнан тік тұрғызып қойды. Тәуліктің қақ жартысында түргеп тұрсам, қалған уақытта бұрыштағы орындықта қолымды төмен салбыратып отырғызып қойды. 3 күннен кейін денем көп болып ісіп кетті. Тамақ бермеді. Сұрағанда жоқпын, зауқым соқпады. Су ішкім келе берді, бірақ оның өзін шектеді. Бұдан басқа көрген бейнет те жетерлік. Сол заманға қызмет еткен кісілер ғой. Компартияға қызмет еткен. Өйткені ол кез солай болды. Әлгі ол кез солай болды дегеннен шығады. Бұл кісінің үстінен 37-ші жылы, 36-ші жылы, 38-ші жылы қарша баратып жазғандар болды. Бір ғана қызығы, енді бұл кісі жалғыз адам не бітіреді? Соны үкімет есептеген жоқ. Бұл кісі халық жауы Жапонға Қазақстан сатайын деп жүр деп жазған біреудің хатына бола, жаңағыны жариялап ұстап, содан кейін үстінен енді фамилиясын айтуға керек па жоқ па білмеймін. Біраз кісілер танымал, өзімен қатар өсіп келатқан кісілер. Мұхамеджан Қаратаевтың шығармашылық ғұмырында 1938-1955 жылдар қаралы үзіспеттес. Махамбеттің өлеңінде қызғыш құс лашының тепкісінен көлден айырылса, келешегі кемел әдебиетші кеңестік жүйенің зұлымдығымен жыраққа кетуге мәжбүр болады. Алдымен Сібірдегі Краснояр өлкесіне 8 жылға айдалады. Меңіреу орманда ағаш кесет, зауыт салады. Туған топыраққа табаны қайта тиер тимес Жамбыл облысына жер аударылды.
Осы жердегі педагогикалық училищеде қазақ әдебиетінің классигі Шерхан Мұртаза мен қоғам және мемлекет қайраткері Қаратай Тұрысовқа сабақ береді. Жамбылдағы сүргін мерзімі аяқталмай жатып, 1951 жылы тағы да Краснояр өлкесіне 4 жылды арқалап кете барады. Жендет жүйе Өтебай Тұрманжанов пен Жүсіпбек Арыстановты да бір емес, 2 рет шыр айналдырған. Азапқа толы айлары мен жылдар. Олардың бар жазығы туған халқын қалтқысыз сүюі, елі мен жерінің өркендеуі үшін жан тәнімен күрескендігі. Бұл менің трагедиям. Қаламдас ағаларымның сол кездегі желкілдеп өсіп келе жатқан замандастарымның трагедиясы. Уақыт солай болды, қыстады, жаз деп желкеңде жаналғыштар тұрды деп жатудың қазір керегі жоқ. Өзім де сол зобалаңның талайын бастан өткіздім. Алдың тұман, артың сор. Белгісіз бір тағдырдың жетегінде 17 жыл жүрдім. Кейінгі жас ұрпаққа айтарым, еш қашанда, еш уақытта аға ұрпақтың қателіктерін қайталай көрмеңдер. Азап пен мазақтың, мың машақатын көріп жүрсе де, жігері жасымайды, рухы құламайды. Тозақтың тоңғиығына түсіп кетпеуіне адал да айнымас жан-жары, мархуманың соңынан іздеп баруы да ықпал еткен шығар сірә. Қадірлі қосағы қияметтің қыл көпірінен қол ұстасып бірге өтеді. Қазақ елінің бойындағы мәңгілік махаббат пен қайтпас қайсарлық нышанын паш етеді. Орыс жұрты ұлылары итжеккенге айдалғанда соңынан іздеп барған әйелдерін батырға балады. Қазір де қастер тұтады. Ал қазақтың мархумадай қыздарының ерлігін туған жұртында біреу білсе, екеу бейхабар. Жарылқашы, таңым атсын. Ертеңгі күн үмітімнің шамын жақсын. Шақырған атымды атап мархума деп, тағы бір дүркін даусын қайталатшы. Естеймін күнде даусын жарымның мен. Қанша естедім, есептен жаңылдым мен. Кейде бармысыңдар деп дауыстайды. Өлердей сол дауысты сағындым мен. Іздеймін өзім енді күйеуімді. Білемін, таппай қайтсам күйерімді. Қайғыға үйде отырып малынғанша, жолсызда қалдырайын сүйегімді. Байлаймын белгісізге басымденді. Көзімнен тоқтатамын жасымденді. Алысқа айдалған боп мен де кетем. Қалдырып шуағым ол жасыл белді. Көзімнен аққан жасты тоқтатам. Бас тіктім, шешімде жоқ қателік. Апажан, келініңе батаңды бер. Сынайын күшін жолда ақ батаңның. Не дейсің? Шының босы ойының ба? Жоқ беді бөтен қарыз мойныңда? Қатпаған буындары үш құлының қалама, кәрі әжеңнің қойнында. Айырылып әкеден де шешеден де, үш балаң жетім қалып өсеменді. Төрімнен көрім жақын сен бе маған? Қима сен өз қолыңмен көсегеңді.
арманымды түйіндім мен. Атамның аруағына сыйындым мен. Алыстан балаң мені шақырады. Сұрама бөтен жауап келініңнен. Алыстан балаң маған үн қатады. Бізді ойлап көзілмейді түн қатады. Апажан, мен бармасам кім барады? Кім оның көзден жасын құрғатады? Мұхаң мен мархума екеуі жасты. Сол 16 жасынан үйленіп, кейін балалы болды. Ал енді мен айтайын дегенім, мынау сол Мұхаң Сібірде болғанда, біздің жеңешеміз, мінекей махаббаттың күштілігі соншама, сол Сібірге қайта барып, соны тауып Мұхаңды. Сөйтіп бірге тұрып сол жерде. Сөйтуші еді, баяғы декабристердің әйелдері ұқсап, қазақ декабрист кісі болған біздің жеңешеміз. Ол уақытта қарым қатынас өте қиын болған ғой. Бірнеше пересадкамен барған пойызбен. Содан кейін енді бұлай шын әдісін баяғы Сухобозимский район дейді, тағы да бірдеме жерлерді соны тайгадан нетіп, аралап, соны әрең тапты ғой. Енді білесіздер ғой, бұл ссылка дегенне ең қиын жерлерге жіберген оларды. Соны тауып, сол жерде бірге өмір сүріп, сөйткен. Мінекей қазіргі жастарға бұл үлгі, міне махаббаттың күштілігі соншама, мінекей. Басқа елдер болса мүмкін мынау жас кезінде басқа бір еркек тауып кеткен болар. Біздің жеңешеміз ондай емес. Мұхаңға берілген адам еді. Содан кейін өмірде осы енді көрдік қой. Ылғи ақылшысы, ләші айтқанда пікірлесетін адам ол жеңеше болушы еді. Екеуі бір-біріне Мұхажан деуші еді, Мұхаң деуші еді. Мұхамеджан демейді, Мұхажан деуші еді. Ал кімді жеңешемізді біздің ағамыз Мәкең деуші еді. Мәкең. Осында бір қызық кезеңдер болған. Қаты кезде қайырымсыз қоғам тарапынан халық жауы деп ортадан аластатылған жазықсыз жандардың балаларына да ауыр тиді. Әкесі сотталған сормаңдайды аспанда тор, жерде қақпан аңдып тұратын. Қысаң тастың арасында тұншығып қалмас үшін олар білім іздеп шетке кетуге мәжбүр болды. Соның кесірінен кейбіреулері туған тілден, ұлттық салт дәстүрден көз жазып қалды. Мұхамеджан Қаратаевтың балалары сыртта оқыды. Әйтсе де, әкенің тәрбиесінен қол үзбеді. Тіпті сонау Сібірге атанасын іздеп барады. Шешеміз екеуміз әкеміздің Сібірге айдалып барған жеріне, совхозына бардық. Сонда барсақ, онда үлкен бұрынғы қызметкер болған 30 жылдары үлкен кісілерді сол ссылкада екен, жер аударда. Соны мен сол жерге барып, мамамыз екеуміз ойлағам, сонда қалам қой деп оқиым. Бірақ та сонда үлкен кісілер әкеме айтқан көрінеді. Сен баланы қинама бұл жерде. Кім білет, ертең балаң өскеннен кейін тағы да балаң досында қалып қалуы мүмкін Сібірде. Мен Мұхамеджан балаңды қайтар ауылыңа. Соны қайтам. Есімде қалғаны мені
Ол кезде автобустар жоқ қой. Кәдімгі грузовой машинеге совхоздан мінгізіп, бір грузовойдың машинеге мінгізіп, ауданға баруға. Ауданнан Красноярскінің өзіне сол қоштасып тұрғанда әкем шешем екеуі мені шығарып салып, шешем жылап тұр, әкем өз-өзін ұстап. Сол әлі күнге шейін оны ұмытпаймын. Екеуін қалдырып өзім кетіп бара жатқанымды, әкемді. 1953 жыл 5 наурыз. Сол күні Кеңес одағы сияқты алып елді жаһаннамға айналдырып, мойнына миллиондаған мазлұм инсанның қан жүктеген 20 ғасырдың ең қатыгез диктаторы Сталин өлді. Осы хабар Сібірдің қуыс қойнауында әупірім тәңірімен аман қалған ауыр тағдыр иелеріне сол күні-ақ жетті. Қаламгер сол сәттегі көңіл күйін естелігінде бұлай суреттеген. Осы күйде 1953 жылдың 3 наурызына жеттік. Ұлы көсем Сталин қайтыс болған қаралы хабар сол күні-ақ Сібірді де дүр сілкіндірді. Жұрт жапа-тармағай жылап, еңіреп далада дабыл қақты. Қатардан қалмай, күңіренген далаға мен де жүгірдім. Неге екенін білмеймін, өзім де жыладым. Сәлден кейін ойланып қарасам, бұл да пенделік екен ғой. Қылтадай кінәм, қылмысым жоқ. Қыршын жас мені 15 жыл қырғын қияметке душар қылған қанішердің өліміне неге қуанбаймын. Оның орнына мен байғұс жылаймын. Ой, сормаңдаймай деп өзім кіжінемін. Содан былай да күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатты, ешқандай өзгеріс жоқ. Әрбір күн бейне бір ай сияқты, әрбір ай бейне бір жыл сияқты баяу өтеді. Дүниеде күткен жаман, қуған жаман деп халық бекер айтпаған екен дейсің. Біз де күттік, ұзақ күттік, әйтсе де жеттік әйтеуір. 17 жылдық үзілістің мәнісі осындай. Елге оралған соңда жағдайы бірден жақсарып кетпеді. Ең ауыр тигені кезінде өзімен қызметтес болғандардың мұны көрсе теріс айналуы, кесірі тиіп кетеді деп үркуі. Ол осылардың біріне де қынған емес. Қанына біткен қарапайымдылығы мен еңбекқорлығы арқасында кедергі атаулыны еңсере білді. Әдеби өмірге белсене араласып, сан салалы зерттеуін жалғастырады. Туған әдебиет туралы ойлар атты кітабы оның 30 және 50 жылдары жазған әдеби сын мақаларын қамтиды. Сол кезеңдегі елеулі еңбегі талай тар сүрлеуді көрген Мұхтар Әуезовтің Абай жолын айрықша бағалау еді. Қазақ әдебиеті жөнінде жазуларының бәрі солай. Бірақ қазақ әдебиетінің эстетикалық көзқарастардың төркінінің өзі әлемдік әдебиетпен байланысты ғой. Оның үстіне біздің сындағы ең үлкен үлгіміз Белинский деген кісі болған. Белинскийдің сыншылық үлгісі ол дәуірде шыққан адамдардың барлығының үлкен мектебі болатын. Мұхаң да Белинскийшіл болатын. Белинский, Чернышевский, Добролюбов деген орыстың революционер демократтары 19 ғасырда өмір сүрген. Сол кездің сыншылық идеологияның ең басында тұрған партиялық идеологияның өзі соларға да құлағы асты. Мұхаң осылар жөнінде жазды. Осылардың еңбектерін үлгі алып жөнінде жазды. Белинскийдің эстетикасы көп айтты. Сондықтан да Мұхаңда сонымен бірге әдебиеттің теориялық жағы, әдебиетті жалпы өмірменен, әдебиет дегеннің өзі қанша өмір. Өмірдің өзі ғана емес, өмірдің көркемдікпен жасалған, жаңадан жасалған суреті. Ендеше өмірдің шындығы деген болады да, әдебиеттің шындығы деген болады. Осы екеуін салыстыра отырып зерттеуде Мұхаң бірқатар үлкен еңбектері бар. Сосын сын деген нәрсе ол біреуді сынап тастау емес. Ол шын әдебиетті танып, халыққа сол әдебиеттің көркемдігі жөнінде айту, соны дәлелдеу. Мұхаңның ең алғашқы көзге түскен еңбектері Әуезов романының шыққан кезінде, соны қазақтың тұңғыш эпопеясы деп атап, сол тақырыпқа үлкен мақала жазып, сол тақырыпқа баяндама жасағаны есімде. Әуезов романын эпопея деп атап жүрміз ғой, сол осы Мұхаңнан қалған сөз болатын. Айдаудан оралған соң ол талмай еңбек етті, өндірте жазды.
қазақ әдебиетінің түрлі мәселелерін қамтыған 40-тан аса кітаптың авторы атанды. Эпостан эпопеяға, дала батырлары не деп жылайды, асулар алдатты зерттеу мақалалары мен кітаптары әдеби сын ауылының төрінен орын алды. Мәскеуде жарық көрген асулар алда Абай атындағы Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын иемденді. Ол көркем аударма саласына да елеулі еңбек сіңірді. Максим Горкийдің «Менің университеттерім», Шолғыптың «Тынық дон» романының 3 кітабын қазақ тіліне тәржімалады. Сондай-ақ көркем аударма теориясын дамытуға қызу ат салсып, қазақ әдебиетін орыс тіліне, орыс тілінен қазақ тіліне аударудың негізгі мәселелері жайында сүбелі еңбектер жазды. Қазақ әдебиеті, жалпы қазақ әдебиеті дегеніміз әлем халықтарының әдебиетінің ішіндегі ең бір мол дамыған, сала-сала болып, бұтақ-бұтақ болып өрбіп, өнген әдебиеттердің біреуі болып табылады. Қаратаев осы әдебиетті, өзінің туған әдебиетінің осы бұтақтары мен салаларының барлығына барған, бар мәселелерін көтерген, бар саласы бойынша үлкен ірі көлемді еңбектер берген аса көрнекті ғалымдарымыздың бірі біздің. Бұл кісінің енді еңбектерін қарап отыратын болсаңыздар, қазақ әдебиетінің арғы дәуірін, бергі дәуірін тұтас қамтыған. Әдебиеттің өзінің неше түрлі салалары бар, оның теориясы бар, тарихы бар, сыны бар. Негізгі 3 саласы осылай деп аталады. Осы 3 саладағы шығармалар бойынша да Мұхамеджан Қаратаев жарықтық іргелі зерттеулер жүргізіп, еліне, жұртына үлкен жетістіктер деп есептеуге болатын еңбектерін қалдырып кетті. Бүгінгі күнгі сол өзінің дәуіріндегі, өзінің замандағы өзімен тұстас әдебиеттің зәру мәселелерін зерттеп, сынның, әдеби сынның, қазақ әдеби сынның дамуына, сол әдеби сынны дамыту арқылы әдебиетінің дамуына зор еңбек сіңірді. Сонымен бірге әдебиеттің тарихына барды. Сол өзінің тұсындағы әдебиетті сыншы ретінде пайымдай отырып, зерделей отырып, сол әдебиетіміздің өзіне дейінгі дәуірлерінің тарихын кеңінен толғап, тереңнен зерттеп, бұл салада да толып жатқан қыруар еңбектер қалдырды. Қысқа ғұмырын ғасырларға татитын еңбекпен өткізген Мұхамеджан Қаратаев филология ғылымына да қалтқысыз еңбек етті. Ол көптеген оқулықтардың авторы, хрестоматиялардың құрастырушысы, 6 томдық қазақ әдебиеті тарихының 3 томының, орыс тілінде шыққан қазақ әдебиеті тарихының кеңестік дәуіріне арналған басылымының бас редакторы және негізгі авторларының бірі болды. Жазған монографиялары мен әдебиеттің эстетикалық мәнімен әдебиет ғылымында, сынында ерекше тұлға болып биіктеген азамат. Әдебиет пен өнер саласында адал адами қызмет еткен ол, сол адалдығының арқасында жастарға үлгі болды. Жазушылар одағының ол кезде қатты жұмыс істейтін кезде сын советі жұмыс істейді. Сонда Мұхамеджан аға сол сын кеңесінің төрағасы болды. Сол кезде біз енді қазір қарасам, ол кезде біз енді өзіміз керемет болып жүреміз. Жас кезде өзіңді керемет сезінесің, ол жастыққа тән. Сөйтсем ол кезде мен өзім әрі сары ауыз балапан екем. Сонда Мұхамеджан аға менің әр жазғанымды қарап, қадағалап, пікірін айтып, сол үлкен қанаттандырып жүретін. Содан кейін есімде осы Жалын журналында жас сыншылар туралы бір номер арнап, сонда әр сыншыға үлкен сыншылар пікір білдірді. Сонда Мұхамеджан аға маған пікір жазған екен, өте үлкен баға берген. Қарап отырсам, қазір өте үлкен баға берген маған. Бірақ бір айтқан несі бар екен, ескертпесі, цитатаны көп қолданады екен дейді. Ол жас кезде жаңағы цитаталарды көп қолданамыз ғой. Сонымен Мұхамеджан аға жалғыз маған емес, мен қатарластарға, менен үлкен тіпті сыншылардың бәрінің ұстазы болды деп айтуға болады. Ана Төлеген Тоқбергеновтер, Зейнолла Серқалиевтер, одан үлкен жағы Қабдоловтар, Зейноллаға, Зәки Ахметовтер, тіпті Серік Қирабаевтар, жалпы мына қазақ сынының үлкен атасы ұстазы болды деп айтуға болады. Ол кісі соншалықты жүрегі өте үлкен адам еді. Өте мәдениетті, шамасы сол өмірді білетін, өте терең білімді, мына әдебиеттің теориясын жасасқан адам. Соның ішінде менің жаңа айттым ғой, алғашқы менің көрген кітабым
әдебиет және эстетика деп аталады. Бір көгілдір кітап, сырты алтындатып жазылған. Сонда әдебиет және эстетика дегенде, мысалы, әдебиетті жан-жақты тексерген, зерттеген кісі. Қаратаев тек сарабдал сыншы ғана емес, білікті жетекші, шебер ұйымдастырушы болған. Небәрі 24 жасында ат жалын татып мінген ол, талай мәртебелі қызметтің тізгінін ұстады. Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасының редакторы, бас редакторының орынбасары, директоры, Каспийдің кафедра меңгерушісі, КСР ғылым академиясының қазақ филиалы президиумының мүшесі, қазақ әдебиеті секторының меңгерушісі, Қазақстан ғылым академиясы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және тіл институтының аға ғылыми қызметкері, бөлім меңгерушісі. Айта кету керек, 1988 жылдан өмірінің соңына дейін осы институтта директордың бас кеңесшісі болып істеген. Сондай-ақ Қазақ Совет энциклопедиясының бас редакторы. Осы арада 90 тарау ғылымның түйіні тоғысатын энциклопедия шығарудағы ол кісінің еңбегі ерен екенін айтқан абзал. 1967 жылы жалпы осы бүкіл үкіметтің қаулысының тарапынан 6 тармақтан тұратын үлкен қаулы қабылданады. Қазақстанда өзінің Қазақстанның энциклопедиясын шығару туралы. Бұл енді бір үлкен жұмыс болатын. Соны қолға алуды академик, филология ғылымдарының доктор, профессор Мұхамеджан Қожасбайұлы Қаратаев ағамызға тапсырған. Енді ол кездерде біз баламыз әрине. Біз сол энциклопедияны оқып өстік бала кезімізден. Жалпы өзінің осы энциклопедия танудағы ойларында Мұхамеджан Қожасбайұлы айтады, ол энциклопедия шығару деген оңай емес. Энциклопедия деген кітаптардың кітабы. Өйткені мынау адам баласы өскен сайын өркениет, дамыған сайын өркениет, көші дамыған сайын мағлұматтар, терминдер, деректер, ақпараттар өте көбейеді. Көбейген сайын оның барлығын адам баласы жинақтап отыруға мұршасы келмейді. Міне осындай кезде көптеген шығып жатқан кітаптар туралы, бүкіл ақпараттар ағыны туралы, солардың барлығын жинақтап бір орталыққа негіздеп, сол деректерді білімдердің жинағы ретінде энциклопедия шығару қажеттілігі туады. Ал оны өркениет көшінде алға шыққан елдер ғана ол энциклопедияны шығара алады дейді. Өйткені біздің еліміз міне сол кезге келді дейді. Сол кезде Қазақстанның 50 жылдығы екен, кеңестік Қазақстанның 67 жылы. Соған байланысты осы энциклопедия шығаруды қолға алады. Ол үшін алғы шарттар керек дейді. Ең бірінші сауатты ұрпақ керек. Көптеген мектептер керек, көптеген институттар керек, өзінің ғылым академиясы керек, көптеген ғалымдары керек сол елдің. Міне содан кейін барып қана энциклопедия шығару үшін ісін қолға алуға болады дегенді айтқан, ол кісі өзінің жазған жазбаларында. Белгілі ақын Бауыржан Жақып, Мұхамеджан Қаратаев қазақтың асыл сөзін өкпелетпей, қазақтың әдебиетіне зор үлес қосқан ғылым қайраткер дейді. Талас тудырмайтын теңеу, ғалым еңбектерінің елдің топырағынан жаралып, ана сүтімен енген ұлттық дәстүр, оның жаңа сапада қалыптасуы, түр мен мазмұнның біте қайнасып, шеберліктің шыңдалуы болды. Ғылыми еңбегі еленіп, филология ғылымның докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткер атанды. Ғылымға сіңірген көп жылдық еңбек үшін Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлықтың иегері, еңбек қызыл ту, құрмет белгісі ордендері және медальдармен марапатталды. Мұхамеджан енді атақ дәрежеге Құдайға шүкір кем болған жоқ. Сыйлық мемлекеттік алды. Сол кезде орысша шыққан бір сын мақалалардың жинағы үшін алды. Қазір қай кітап екені есімде жоқ. Сосын енді ғылым кандидаты атағын қорғады қайтып келгеннен кейін. Сосын ғылым докторы деген атаққа қорғады. Қазақ романындағы
социалистік реализмнің дамуы жөнінде үлкен ғылыми еңбек жазып барып, содан доктор диссертация қорғады. Сосын үлкен сыни мекемелердің барлығының тікелей қатысы болды. Мына сыншылардың Қазақстанда жазушылар одағының қасында сын кеңесі дейтін кеңес болатын. Соның басшысы болды. Мәскеуде сын кеңесі деген кеңес болды. Соның мүшесі болды. Содан кейін дүниежүзі сыншыларының кеңесі болды. Соның мүшесі болды. Сол дүниежүзі сыншыларының кеңесі әр жерде өтіп жүретін кезінде Алматыда қада келіп, осында кеңес өткізген, мұнда да бәріміз сөйлегенбіз. Сонда Мұхаң соған белсенді, соның мүшесі есебінде қызмет етті. Мұхамеджан Қаратайыптай алып тұлғаның тағдыры соқтықпалық соқпақсыз жол сықылды. 80-нің сеңгіріне жақындағанда сәулелі тіршілікті әурелі күндер алмастырды. Ұстаздың шәкірті белгілі ғалым Құлбек Өргебеков бұлай еске алады. 80-ге жақындағанда қария не екенін бір түрлі еңсесі түсіп кетті. Шамасы сол кезеңде қайта құру дауылымен, жариялық жауынымен Мұхаңдай әдебиетші үстіне неше түрлі лай, кірсу құйылып жатты. Жазушылар одағындағы бір жиналыста бетіне тік келіп, ғайбат сөз айтушылар болды. Ауыр тағдыр кешкен адам еді ғой деген аяушылық болмады. Батырсынған пенделер ай, шіркін өздер сүттен ақ судан тазадайын. Сын кімге ұнаған? Сыналған жазушының бірі жиындарда ауызша, баспасөзде жазбаша сынайды Мұхаңды. Соны 30-шы жылдары соңына түскен жаламен қаралауға толы домалақ арыз, кейінгі жылдары да маза бермеген. Кезінде Сейфуллиннің соңына түсіп, Қызылат жаңағы мақалалардың біразын не қылған, сынап, соңына түскен біраз кісілер шығармасына Сейфуллиннің. Соны бұл кісі ақтап жазды. Сол дәуірге, сол кезеңге байланыстыра отырып, солай жазды. Бірақ кейін, соны сен Сейфуллинді сен ұстап бердің деген жаланы жұрт жаба берді. Шындығында ол кісі Сейфуллинге қызмет еткен еді. Кейін де шығарды Сейфуллиннің кітаптарын шығарды. Жансүгіровтің кітаптарын шығарды, жинақтарын. 54-55 жылдары ақталып, 54 жыл ол кісі келді ақталып. 55 жылдардан бастап, мына жаңағы Қаракүйе жағалып атылып кеткен ағаларымызды кітаптарын жинап, архивтен тауып, сөйтіп өзі директор болып отырған кезде біразын жұртқа жинаттырып басқызып отырды. Бұл енді бір жанашырлық қасиет. Үлкен творчествоның адамдары кешірімді болу керек. Содан кейін творчествоға, өнерге, жазушылыққа жанашыр болу керек. Бірін-бірі құрту жою емес, өсіру деңгейінде болу керек дегенді ол кісі ылғи лекциясында айтып отырады. Менің бір ылғи айтатыным қай жүргенден, қазақтың жері үлкен, іші тар. Сол жап-жас жігіт председатель болды деп, жабылдай келіп, үлкен ақсақалдар председатель бола алмай жүргенде, жас жігіт председатель болды деп. Бәленің бәрі алғашқыда содан басталды. Сөйтіп бір-біріне жазуға шыға бастады, сөйтіп үстінен жазу. Сосын енді мен айттым, мынаған жауап жазбайсыз енді газетке деп, кінәлі адам жазады жауапты. Кінәсіз адам босқа ақталмайды. Мен оған жазайын деп отқан жоқпын. Халық өзі білді кімнің кім екенін деп. Бұл кісі сонда Қазақ Совет энциклопедиясының бас редакторы. 12 том энциклопедия шығарды. Осы жерде де ол кісінің соңында түскендер болды. Жаңағы энциклопедия жөнінен. Әдебиетте сыншы болу оңай шаруа емес. Сыншы ең алдымен байсалды, сөздің нақтылығын білетін, шындарынды алыстан таниды. Салыстырып айтқанда, құлагердің қасиетін жазбай таныған күреңбай сыншы сияқты талғам тамыршысы болу керек. Осы қасиеттердің барлығы Мұхамеджан Қаратайыптың бойынан табылды. Ежелден ескерушем елдің сөзін, бұлақтың тазалауға тінтіп көзін, барма деп ашпаған сыр айтпаған жыр,
құлақты қырға түріп жүрген кезім. Ильясты әкесі бала күнінде етікшілікпен ұсталық өнерге ғана емес, домбыра тартуға, Абай мен Махамбеттің, Ахан мен Жамбылдың тамаша өлең жырларын жаттап үйренуге балдыған. Қазақ әдебиетінде мемуардың естелік формасы аз емес. Әйтсе де, Мұхамеджан Қаратаевтың өз көргені мен түйгені олардың ешқайсысын қайталамайды. Бүгінгі ғалымдар Қаратаевтың өмірін зерттей келе, оның мемуарист ретінде жаңа қырынан таныды. Ол қазақ әдебиетінде мемуардың сан алуан формада, ішкі жанрлық жүйелер бойынша сала-сала болып дамуына үлес қосты. Мұхамеджан болып туып, мұхаңдық биігіне көтерілген энциклопедист ғалым қазақ әдебиетінің балаң кезеңнен атсалысып, онымен бірге өсіп, біте қайнасқан аға буын өкілі үлкен қайраткері. Ұядан қияға, қос қанат, арман асуы, арман азабы мемуаристің жарық дүниеге келген сәтінен әдебиет сыншысы болып қалыптасқанға дейінгі өмір кезеңін баяндайды. Ол кісінің жазғандарын оқып отырсаңыз, сол жолы есімде бізге 3 томдығын сыйлады. Сыртында мұхабасы бар, Қызылқоңыр, Мұхамеджан Қаратаевтың 3 томдық шыққан болатын. Соны әкеме және маған сыйлады. Соны да оқып шықтық. Сонда қарап отырсақ, ол кісі мына әдебиеттегі бүкіл фундаментальный нәрселерді жазған. Ол кісінің жазбаған тақырыбы жоқ. Үлкен жазушылар, әдебиеттің тарихы, әдеби бүгінгі процесс, соның бәріне бір үлкен кең ауқыммен әдебиет елге, ұлтқа қалай қызмет ету керек, әдебиетте қандай болу керек, әдебиеттің негізі мақсат не, әдебиеттегі эстетика дегеніміз не, соның барлығын өзінің еңбектерінде сондай бір тереңнен қазып, өте кең ауқымда айтып отыратын. Ел мұраты мен мақсатын өз тағдырынан биік тұтқан Мұхамеджанды бүгінгі халқы ұмытпақ емес. Алаштың адуынды азаматтарының бірі қоғам қайраткерін жыл сайын туған күнінде еске алып, оның халық алдында атқарған еңбектерін жаңа ұрпаққа жеткізіп отырады. Бұл қазақтың әдебиеті мен мәдениетін жоғары ұстаған Мұхамеджанға деген елінің сүйіспеншілігі. Айбынды академиктің атына қалдырған мол мұрасына деген қисапсыз құрметі. Ата 95-ші жылы өмірден өтті ғой. Одан кейін енем анамыздың қолында бұл жаңағы бүкіл оқысының үлкен библиотекасы болды, кітапханасы. Одан кейін мынау құжаттары өзінің жеке арнайы. Сол сақталған. Енді менің қолыма тигеннен кейін бір қағаз, ол кісінің қолыменен жазылған бір қағаз неге бұлай шыққан емес. Бәрінде сол көздің қарашығындай сақтадық. Соны енді ақырындап өзінің уақыты келеді екен әр нәрсенің сол шығарып жатқан жағдай енді. Сол енді әсіресе ата өзі шығара алмай кеткен «Бетбұрыс белестері» деген кітабы, соны жарыққа шығардық. Ол жаңағы қол жазба күйінде қалған еді. Содан кейін жаңағы таңдамалысы шықты. Оның барлығы жаңағы мемлекеттің тарапынан шықты. Былтыр еліміздің түкпір-түкпірінде академик ағамыздың 100 жылдық мерейтойы үлкен көлемде аталып өтілді. Рухани Астана, Алматының төрінде тойланған мерейтойға марқұмды сыйлайтын бүкіл қазақ елінің әдебиет бағалаушылар қатысты. Ел көлемінде басталған игі шара Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театрында жалғасын тапты. Мұхаң бүгінде мінекей халқына өзінің барлық болмысымен, бітімімен, бүкіл шығармашылығымен, данышпандығымен, академиктігімен, профессорлығымен қайтып оралды. Сол үшін елбасының тапсырмасы бойынша ағамыздың 100 жылдық тойын өткізейік деп отырмыз. Осы тойларыңыз құтты болсын. Өмір бойы сын болсын деп өткен аяулы жан, заңғар жазушы, сарабдал сыншы Мұхамеджанның ізін жалғар ізбасары, жоқтаушысы, жанашыр шәкірті, қадірін білер қамқоршысы оның халқы болып қала бермек.
өмірден озғанына 16 жыл болса да, замандас дос, туған туыс, әдебиет сүйер қауымның көз алдында кешегі бейнесімен сақталған Мұхамеджан Қаратаевты ең алдымен адал пейілді, нағыз адам кейпінде бүгінгі мен келер ұрпақтың жүрегінде қала береді.